Ақша әліппесі келеді ақша әліппесі егер білмесең не істеу керегің байлығың мен досым ақша әліппесі. Сөйлеп тұрған капитан Әділ, оң жақ бортта бәрі дұрыс. Жүкті тастандар. Лейтенант, байланысқа шық. О, күшік? Ей, балақай, бұл сенің күшігің бе? Иә. Күшігіңнің аты кім? Ақтабан. Есі табылғаны жақсы болды. Мойнына міндетті түрде қарғыбау тақ. Жоғалып кетуі мүмкін. Сен қайдан жүрсің? Жақсы күшік екенсің. Ақтабан, енді екеуміз доспыз. Не жасырып тұрсың? Ештеңе жасырып тұрғаным жоқ. Қандай әдемі. Бұл қайдан жүр? Мен оны тауып алдым. Оның аты Ақтабан. Күшті ғой, иә? Әкем мен анашым оны қалдыруға рұқсат бермейді. Білем, ол жалғыз жүректен. Жаңа оны алып кетпекші болды. Оны өзімізге қалдырайық. Қалдырамыз ба? Иә, бірақ ата-анамыз білмеу керек. Алақай! Ей, тыныш! Оның тағы да қарны ашқан сияқты. Қарғыбауы да үзіліп қалды. Менің ақшам бітті. Менің де. Анашым, кешіріңізші. Біздің күшігіміз болса екен деп едік. Әкем оны қайда алып кетті? Балалар, ит асырау үшін үлкен жауапкершілік керек. Олардың көңілге түспес үшін жиі серуенге алып шығу керек. Ал көшеде жүргенде міндетті түрде қарғыбау таққан жөн. Сосын иттер ойнайтын ойыншықтар болады. Күшіктер адамдарға қарағанда тез өседі. Ал өскен сайын оның шығыны да арта түседі. Дұрыс тамақтандырып, дәрігерге уақытылы тексертіп отыру да қажет. Ауру жұқтырмас үшін екпе салдырады. Анашым, біз барынша тырыстық. Иә, арнайы тамақты сатып алдық. Сосын дәмді котлет бердім. Ақтабанға беруге болады ғой, иә? Сосын қарғыбау да сатып алдық. Бірақ үзіліп қалды. Анашым, сізді түсіндік. Ит асырау біз ойлағандай оңай емес екен. Ақтабан! Ақтабан! Үйде қала ма? Біз анаң екеуміз сендердің Ақтабанға қалай қамқор болғандарыңды көрдік. Ал қажетті заттарды сатып алуға біз көмектесеміз. Жарай ма? Сендер оған жақсы қарай алатындай есейіп қалыпсыңдар. Алақай! Әкешім, анашым, көп рахмет!